you? I hope you are okay. So today we are going to start unit 5, also the second lesson, page 72, 73 people's book, and also activity book 51 and 52. Сәлем балалар, бүгін 5-ші тараудың 2-ші сабағын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біздер сағаттарды өткен болатынбыз. Осы сабақта біздер өзіміздің бос уақытымыз туралы әңгіме қозғайтын боламыз. 72-73 беттер және де жұмыс дәптеріңізден 51-52 беттермен жұмыс жасаймыз. Let's go. Сәттілік. So, my day. Бұл жерде текст берілген сіздерге. Бірінші жаңа сөздермен танысалық. Get up, ұйқыдан тұру. Ride a bike, велосипед тебу. Go to the gym, спорт залға бару. Go to bed, ұйықтауға бару. Мен бұл тексті оқымай қойын. Оның орнына мен сіздерге осы тексті видеомен көрсетем, окей? Hi, I'm Jake, and this is my day. I get up at 7:15 every morning and have breakfast. Then I go to school. I usually ride my bike to school. In the afternoon, I always do my homework. Then, at 5:30, I go to the gym with my dad. At 7:30 in the evening, I have dinner with my family. Then, I sometimes watch TV or listen to music. I go to bed at 9:15. That's my day, and it's always a happy one. Окей. Бұл жерде Джек өзінің бір күнін айтты, я? Hi, I'm Jack. Таңертең неше тұрады, одан кейін не істейді, неше сабаққа баратынын айтты. So, бұл жерде мына қарамен жазылған сөздерді суреттермен сәйкестендіру керекпіз. I usually ride my bike to school. Мен әдетте школға, мектепке велосипед теуіп барамын дейді. So, 1C. I go to the gym with my dad. Мен әкеммен бірге спорт залға барамын. Сол сурет A, я? A. Үшінші, I go to bed. Ұйықтауға барамын. Number 3 is B. B. I go to bed. Okay. So, бұл жерде енді келесі жаттығу 23-ші жаттығу 72-ші бетте ауызша жасалынады. Мен бір мысал айтайын, одан кейін өздеріңіз көршілеріңізбен айтсаңыз болады. Think and say. Бұл жерде 5 түрлі жағдай берілген. Ең бірінші жағдай 3 things you like doing in your free time. Free time бос уақыт. Өзіңіздің бос уақытыңызда жасауды жақсы көретін 3 затты дейді, 3 іс-әрекетті. Мен бұл жерге жазып қойдым. Read a book, watch TV, go shopping. Осы 3 нәрсені, 3 іс-әрекетті мен қолым бос кезде жасаймын. Екінші, 2 things you do before you go to bed. Ұйықтар алдында жасайтын 2 іс-әрекет. Үшінші, 2 things you do in the afternoon. Түстен кейін жасайтын 2 әрекет. 2 things you never do at the weekend. Демалыста еш қашан жасамайтын іс-әрекет. Бесіншісі, 2 things you do every morning. Таңғы, әр таңда жасайтын 2 іс-әрекет. Осылар туралы өзіңіз туралы айтасыз. So, it's a green day. Бұл жерде өлең. It's a green day, it's a clean day, it's a new day. I like helping my planet. Let's show them the way. Бұл өлеңді өздеріңіз оқысаңыздар болады. Және YouTube-та бұл өлеңнің осы видеоның астына мен сілтемесін тастап кетем. Қай жерден тыңдай аласыздар. Okay? So, let's continue. 25-ші жаттығуды жалғастырайық. Бұл жерде What did Lily and Daisy do on green day? Match and say. Green day, яғни жасыл күн, бір экологиялық программа, я? Осы күнде мына 2 қыз Lily and Daisy не істеді, соны айтында дейді. Суреттерге қарап, қасына сөздерін жазамыз. 1. They rode their bikes. Бізде велосипедтің суреті тұр. Суреті They rode their bikes. Велосипедтерін тепті. 2. 2. They had a picnic. They had a picnic. Пикникке шыққан. Number 3. They jogged in the park.
олар паркте жүгірді. Number 4. They planted some flowers. Олар гүлдерді отырғызды. D, yeah? They planted some flowers. Number 5. They cleaned their classroom. Олар өз бөлмелерін, яғни сыныптарын тазалады. They cleaned their classroom. Okay? So now we have finished pupils book and we now continue activity book. Бұл жерде 25-ші жаттығумен 73-ші бетті аяқтадық. Енді біз activity bookқа көшеміз. Activity book page 51-52, 51-52 беттер. Look and write. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақта біздер өттік. Қалай сағатты айтамыз ағылшынша. Егер де естеріңізден шығып кетіп жатырса, осыған дейінгі бір сабақ бұрын, яғни осыған дейінгі сабақты осы менің каналымнан қарай аласыздар. Сағатты қалай айтатын үйретілген. Get up 1. Берік gets up at 8:15. 8:15, 8:15 кеткенде Берік ұйқыдан тұрады. Дамир gets up at 8:30. 8:30-да тұрады Дамир. Go to school, мектепке бару. Жаня goes to school at 9 o'clock. Ақбота goes to school at 9:15. Come home, үйге келу. Канат comes home at 3:45. Нұрлан goes to school at 9 o'clock. Oh no, not Нұрлан. Goes to school емес, ал жерде comes home. Шатас кеткенмін. Жоқ, B. Сөйлем B қате жазылған. Нұрлан comes home at 4:30. 4:30-да келеді. Ана жерге жазуға ұмытып кетіппін. Нұрлан comes home at 4:30. Do homework. Үй жұмысын жасау. Сәуле does homework at 6 o'clock. Енді Қарлығаш does homework at 5 o'clock. Окей. So, түсінікті деп ойлаймын. Мен сағаттарды қайдан алып жатырмын? Бұл сағаттар көрсетіліп тұр, иә? Жаня, Ақбота, Қанат, Нұрлан, Сәуле, Қарлығаш деп әрі адамның өзінің сағаты нешеде жасайтынын көріп тұр. Сол бойынша осы жаттығуды жасаймыз. Келесі. Exercise number 9. Make sentences. Бұл жерде сөздердегі сөйлемдегі сөздер аралас кеткен. Біз жаңа дұрыс сөйлем жасау керекпіз. Бірінші мысалды қарайық. I always drink milk for breakfast. Мен әрқашан таңғы асқа сүт ішемін. Number 2. She never gets up late. Ол ешқашан кеш тұрмайды. Number 3. They always watch TV in the evening. Олар әрқашан кеште телевизор көреді. Number 4. He sometimes goes to the gym. Ол кейде спортзалға барады. Окей. Түсінікті, иә? Сол жағында, оң жағында жауаптар жазылып тұр. 2, 3, 4 деп. Exercise number 10. Read and write true sentence about yourself. Use always, sometimes, never. Яғни өзіңіз жайлы дұрыс сөйлемдер жазыңыз дейді. Әрқашан, ешқашан, кейде деген сөздерді қолдану керекпіз. Біз бұл сөздерді алдыңғы сабақта өттік, иә? Әрқашан, always, sometimes, кейде, never, ешқашан. Ең бірінші сөйлем мысалға берілген. Қарайық. I never get up at 8:30. Мен ешқашан сағат 8:30-да тұрмаймын дейді. Number 2. I sometimes keep in the rain. Мен кейде жаңбыр астында жүгіремін. I never play football after school. Мен ешқашан футбол ойнамаймын мектептен кейін. I always drink milk in the morning. Мен таңертең сүт ішемін. Бұл сөздер мен туралы. Енді өздеріңіз, сіздердің хоббиларыңыз әртүрлі болуы мүмкін, иә? Например, сіздер сүт ішпейтін боласыздар. Онда жазасыздар I never drink milk деп. Әркім өзі туралы сөйлемдер жазады. Use always, sometimes, never. Осы үш сөзді қолданамыз. Next, read and complete. Екі бауыр туралы, олардың хоббилары туралы. Okay, let's read.
Han Sultan and Sanjar are brothers, and this is what they do every day. On Mondays, they always play badminton. On Tuesdays, Han Sultan plays hockey, but Sanjar always rides his bike. On Wednesdays, Sanjar plays table tennis with his friends, but Han Sultan reads comics. On Thursdays, they go swimming together, and on Fridays, they clean their room. On Saturdays, they go shopping. On Sundays, Han Sultan watches TV, and Sanjar listens to music. Екі баланың өздеріне ұнайтын хоббилары екі түрлі, иә. Кейбір заттарда олар бірге істейді. Ол кейбір go swimming, they go swimming together, бірге барады деп тұр. They clean their room, олар бірге комнаталарын тазалайды. They go shopping, бірге жасайды тоже. Енді жаңа текст бойынша кім не қандай іс-әрекет жасайды, кімде қандай хобби бар, соны жазып шығу керек. Now read again and write the names. Tennis, play tennis, Han Sultan and Sanjar, yeah, екеуі де. Play hockey, Han Sultan. Ride a bike, Sanjar. Play tennis, table tennis, үстел теннисі, Sanjar. Read comics, Han Sultan. Go swimming, Han Sultan and Sanjar. Clean the room, Han Sultan and Sanjar. Go shopping, Han Sultan and Sanjar. And watch TV, Han Sultan. And listen to music, Sanjar. Осымен біздің осы сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, мен өте қуанышты боламын. Және де осы сабақ сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Okay, goodbye.